Ассаламу алейкум, каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай өте дәмді, тез дайындалатын шелпектер пісіреміз. Осындай жұқа, жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Шелпекті жалпы әркім әртүрлі жасайды. Мен бүгін осы мамамның рецептімен, яғни Қарағандыда қалай шелпек дайындайды, сонымен бөлісейін деп шештім. Олай болса кеттік, бірге дайындайық. Ең алдымен осылай керек ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Ұн, сүт, су, тұз. Сүтте, суда жылы болу керек міндетті түрде. Жылы суымызға осылай 1 шай қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жалпы бұл шелпектерді тек қана сумен немесе тек қана сүтпен жасасаңыздар да болады. Бүгін мен екеуін араластырып жасап жатырмын. Барлығын осы ұнның үстіне құйып, қолымызбен осылай жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жинақтап илеп болғаннан кейін целлофанға саламыз, немесе осылай бір ыдыстың астына жауып қоямыз. Қамырымызды 35-40 минутқа тындырып қоямыз. Арасында осылай 1-2 рет ашып, бастырып қоямыз қолымыздың көмегімен. Сонда қамырымыз жайған кезде теп-тегіс сондай әдемі болып шығады. Міне қамырымыз дайын. Енді осыны 7 бөлікке бөлеміз. Теңдей 7 бөлік болу керек. 7 бөлікке бөліп алғаннан кейін осылай қолымыздың көмегімен дөңгелектеп формаға келтіріп қоямыз. Бетін целлофанмен немесе ыдысымызбен жауып қоямыз міндетті түрде. Бір-бірден алып, енді дөңгелектеп шелпектерімізді жаямыз. Міне шелпектерімізді жайып болып қалдық. Қатты жұқа да емес, қатты қалың да емес. Міне осындай қалыңдықта ғана жаямыз. Ыдысымызға сұйық майды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Қызып тұрған майға шелпектерімізді саламыз. Міндетті түрде май қызып тұрған болу керек. Осылай бір 5-6 секунд айналдырып, вилканың көмегімен екінші жағын аударамыз. Ұзақ ұстауға болмайды. Майда ұзақ ұстап пісіруге болмайды, себебі шелпектеріңіз қатты болып қалады. Шелпектердің майын сіңіріп алу үшін бірден қағаз салфеткаға түсіреміз. Қағаз орамал немесе қағаз салфетка болғаны жақсы, сонда майын сіңіріп алады, шелпектеріңіз құп-құрғақ болып шығады. Барлық шелпектерімізді осы ретпен пісіріп аламыз. Осы рецептпен жасасаңыз, тура 7 шелпек шығады. Міне шелпектеріміз дайын. Барлық шелпектерімізді тез-тез пісіріп алдық. Шелпектерімізді пісіріп алғаннан кейін толық суығасын целлофановый пакетте сақтаған дұрыс, сонда қатып қалмайды. Рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, подписаться басып, каналыма тіркеліп қойыңыз.